Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен өте дәмді әрі керемет оңай жасалынатын шоколадты кекстердің рецептісімен бөлісемін. Жасап көріңіздер. Дәл осылай әдемі болып, яғни пышный болып шығады. Бір жасағаннан кейін қайта жасай беретін боласыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды салып, ақ көпіршік болғанға дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Сосын сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Сосын сүтімізді құйып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Сүтіміздің салқын немесе жылы болуы маңызды емес. Сосын ұнымызды, какаомызды және де қопсытқышымызды салып, барлығын біркелкі маса болғанша араластырып аламыз. Менің қамырым қоюлау болып қалды, сондықтан ұнды аз-аздан сала отырып миксерлеңіздер. Сонда қамырдың қоюлығын, сұйықтығын бақылап отыра аласыздар. Өз қалауларыңызша дәміне қарай мейіз немесе ұнтақталған шоколад салсаңыздар да болады. Мен өзім ұнтақталған шоколад салдым. Дайын болған тестамызды кекс формаларына құйып шығамыз. Менде осындай силиконовый форма немесе одноразовый формаға да құйсаңыздар болады. Менде осы тестадан 15 штук кекс шықты. Кекстерімізді формасына құйып болғаннан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне осымен біздің кексіміз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді керемет шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.